Өздеріңізге белгілі резонанс тудырған қаладағы Назарбаев даңғылының бойындағы жол-көлік оқиғасы да осы салдардан орын алды деуге толық негіз бар. Атап айтқанда, Смол сауда үйінің алдында жаяу жүргінші жолағымен өткен азаматша Байгусынованы Opel Astra автокөлігімен Райымбеков қағып, Байсагулов оқиға орнында қайтыс болды. Артында шырылдап қайғырып балдары қалды. Осы орайда жол-патрульдік полиция қызметкерлерінің жауаптылықтарын арттырып, әрбір әрекеттің артында адамның өмірі мен қауіпсіздігі тұрғанын ұғындыру маңызды деп санаймыз. Статистикалық мәліметтерге қарағанда, шетелдік нөмірмен жүрген автокөліктердің қатысуымен 49 жол-көлік оқиғасы тіркелген. 15-і қайтыс болса, 67 адам дене жарақаттарын алған. Мас күйіндегі жүргізушілердің қатысуымен 8 жол-көлік оқиғасы тіркелсе, олардың 8-і әртүрлі дене жарақаттарын алған. Одан бөлек арнайы медициналық қорытындысымен наркологиялық ДСМ-де тұрған көлік басқаруға заңмен тыйым салынған 626 адамға қатысты көлік құралын басқару құқығын сот арқылы тоқтатуға шаралар қабылданбағаны анықталды. Мысалы, 2019 жылдан бастап психиканың бұзылулары мен мінез-құлықтардың бұзылулары анықтамасымен диспансерлік есепке алынған Абдрамановқа қала аумағында автокөлікті басқарып, жол ережелерін бұзғаны үшін бірнеше рет әкімшілік шаралар көрілген. Демек, әкімшілік шаралар қабылдау барысында құқық бұзушыларды наркологиялық ДСМ-де бар жоғы туралы мәліметтер дер кезінде жинақталмаған. Заңмен тыйым салынған адамға көлік құралын басқаруға қайта мүмкіндік берілуде. Осы орайда ДСМ-де тұрған 626 адамды қатысты көлік құралын басқару құқығын сот арқылы тоқтатуға дереу шаралар қабылдану қажет.